Ақмола облысы ардагерлер кеңесінің төрағасы Осман Төлеғұл бастаған бір топ ардагерлер қауымы қаламызға ат басын бұрды. Мұндағы басты мақсат Степногорск қаласындағы жалпы жағдайды бағалау және өзара тәжірибе алмасу. Осы орайда баяндамасын ұсынған қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы Фарида Ешанова өңірімізде 12.796 қарт кісілер бар екенін алға тартты. Оның ішінде 6-ы отан соғысының ардагерлері, 530 тыл еңбеккерлері, 194 саяси қуғын сүргін құрбандары, 73 Чернобыль қатысушылары, 400-ден астам көпбалалы аналар мен 100-ге жуық ауған ардагерлері. Осылайша мәлімдеген баяндамашы өңірімізде атқарылған жұмыстар бойынша да мағлұматтарын ұсынды. Баяндамашының ақпаратын назарға алған облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері өз қорытындысын жасап, жалпы жағдайға оң бағасын берді. Хочу отметить как положительно, что в городе Аға буын өкілдеріне қызмет көрсету саласындағы жаңа инновациялық әдістердің енгізілуін атап өткен жөн. Степногорск ауруханасында қарттарға көмек көрсететін медбикелік күтім бөлімшесі мен арнайы орталықтағы жартылай стационардың жұмысы жақсы жолға қойылған деді комиссия мүшесі. Содан кейін жергілікті Алтыншықшам аудан ардагерлер кеңесінің төрайымы Раиса Наумова және облыстық комиссия мүшелері де мінбеден сөз алып, өз ойларын ортаға салды. Бұл ретте жиын барысына арнайы қатысқан шаһар басшысы Еркебұлан Байхметов айтылған сыни пікірлер мен келтірілген олқылықтарды жою бағытында жұмыстар жасалатынын алға тартты. Ал жалпы жиын барысын қорытындылаған Ақмола облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Осман Төлеғұл Степногорск өңіріндегі жұмыстарға оң бағасын берді. Мынау қазіргі ішкі көші-қон дейміз ғой, миграция. Мысалы, ауылдардан, селолардан қалаларға келіп жатады, аудан орталықтарына келіп жатады. Міне, олар сол келген жерде, мысалы, есепке алу, сосын мынау жалпы қоғамның назарынан тыс қалмау деген мәселе, бұл кәдімгідей өте көкейтесті мәселе болып тұрғандықтан, міне осы мәселені осы қалада қалай шешіліп жатыр. Және осы қаланың мынау ауызғаларлық тәжірибесі болса, оны басқа аудандарға қалай тарату, міне осы жөніндегі келелі кеңес болды бүгін. Пайдалы кеңес болды деп есептеймін. Жалпы Степногорск қаласында бұл жұмыс жақсы жолға қойылған. Бұл жерден аларымыз көп деп ойлаймын. Сол себепті осы маңайдағы аудандардың жаңағы аудандық кеңес ағаларын шақырғанымыз сол себептен. Олар өз құлақтарымен естіп, өз көздерімен көріп деген сияқты, сосын кейін өз аудандарында жаңағы осы тәжірибені таратуға тиісті. Маңызды тақырыптар келтірген кездесуден соң шаһар меймандары ардагерлер хорының өнерін тамашалап бірге ән шырқады. Шахмат федерациясының жұмысымен танысып, Алтыншықшам аудан ардагерлерімен жүздесті. Қала қонақтарының ең соңғы нысаны өмір орталығындағы ардагерлерге арналған жартылай стационар бөлімшесі болды.